Ақын, жазушы, әдебиет сыншысы Тәкен Әлімқұлов. Жазушының осыдан 101 жыл бұрын ән мен күйдің сандығы, аңыз әңгімелердің мекені, киелі Қаратаудағы Созақ ауданында туғаны бәрімізге аян. Қаламгер өмірінің соңына дейін өнер адамдарын, ақын, жазушы, әнші күйшілерді шығармаларына арқау етті. Назарларыңызға жазушының «Қара ой» шығармасын ұсынамыз. Ақыраптың ұзақ түнінде Махамбеттің ұйқысы шала болды. Әлденеден көңілі алағаржақтанып, жүрегі өрекпіп, дөңбекшіп шықты. Құлқын сәріден төсектен тұрып, тысқа шығып еді, үйінің жанында біраз тұрып қалды. Таң көктемнің таңындай толықсып атты. Күз таңының мұншалық сұлулығын бұрын көрген еместі. Күнде көктемнің күніндей айдарланып, сансыз алтын найзасын шашағымен шашырата шықты. Қазіргі сәтте шашақты найзадан айрылған күн күйеудің жыртысқа түскен сал орамалындай пәршектенген күреуке бұлттардың арасынан сығалап қарайды. Асқа тіккен алтын жамбыға да ұқсап кетеді. Сауыры жалпиған шексіз даланың ішке бүккен бүйрегіндей дөңгеленген қара ойда Махамбеттің жалғыз үй отырғанына 3 айдың жүзі. Үстінен құс ұшпайтын шөл ойпаң көлденең таса. Дүрбі де тарта алмайды. Бағы заманда Батыйдың жер қайыстырған қалың қолы жұртты түгел тонағанда. Осы қара ойдағы ауылдарды көрмей өтіп кетіптіміз. Одан бері де қара ойға ер тарғын ат шалдырыптымыз. Махамбеттің бала кезінде бұл жер бір тайпа елдің күздік жайлауы еді. Бұл күнде бұлақ бастаулары тартылған жайлау, жатырқау тұз. Бала ойнайтын баяғы үңгірлер борсықтың ініне, ешкі жайлатын беткейлер қара құйрықтың өрісіне айналған. Баяғы ала құйрық ақ, құйыңдар шала құйрық сары жел боп өседі. Қарашаға қарай тері сүйреткендей боп қалатын қара ойдың қойнауы бұл күнде Ақыраптың орта шенінде, шүйгінде де құйқалы. Екі түйе бір бота мен жалғыз жылқыға қараша үйдің арқан байларлық айналасы ғана сыр берген. Одан арғы жағы тіс жармас, томырық табақтай жабырқау. Барған сайын қоюланып, толқынды теңізге де ұқсап кетеді. Сирек біткен биік қызыл ізендердің басы аралға ұқсаса, ақ селеулердің үкісі желбіреген желкенді еске түсіреді. Махамбет басқа ғаламнан келгендей, қара ойды жаңа көргендей сезінеді. Баяғы балдай балалық, сағынышты шақ қалған, ойпаң көзіне оттайда, жаудайда жат. Ынтыға есейген, торығы тоқыраған, дерттен қайта ашынған, ақын қара ойды бірде қайта құтайған құтқа баласа, бірде елі ауып кеткен сары жұрттың төрінде төңкеріліп жатқан қара шаңыраққа ұқсатады. Көзі көміліп қалған бұлақ бастаулар тілі байланған шежіредей ыммен сыр шертсе, сансыз жылдың дауылына, жауынына шыдаған тамырлы өсімдіктер көзі тірі куәдей сыбдырлайды. Алғашқысы мың бір түнді жатқа білетін қариды еске түсірсе, соңғысы тұлымы қырқылған тұл сұлудың қайта шыққан шашын елестетеді. Екеуі де мәңгілікпен сырласқан, ұғысқан, баян табысқан жардай. Басы жұмыр пендені бірде аяп, бірде табалап, бәдіктей айналдырады. Әуеде ұшқан қызғыш, екеуміздің тағдырымыз бір, дегендей қанаты мен бәйек болады. Байғұсау, саған не болған? Шайың және де суып қалды ғой, деді әуес. Махамбет үй жанында ұзатар қыздай ұзақ тұрып қалғанын енді ғана байқады. Ау, шынында да маған не көрінді, дейді дегбірсізденіп. Көргеніне қызығады, көргенінен шошиды. Денесінде қызуы бар ма, қалай? Елермесі бар баладай боп тұр.
миының түкпірі шыңылдап, құлағы жартастай, жаңғырығы ма немене. Қой, үйге кірейін, дейді Махамбет. Шәркес сиқыр елестерден құтылғанша асығады. Ыстық қою шай Махамбетті ширатты. Қара торы дидарына болмашы қызғылтым, шырай теуіп, басының сақинасы жазылды. Махамбет баласына: «Нұрсұлтан, атқа мініп, қыранға шығып келші. Ықылас неғып кешікті», деді. Нұрсұлтан тасырлата жөнелді. Махамбет ықыластың кешіккеннен қобалжулы екенін енді анық сезіне бастағандай. Кейінгі келгенінде: «Мақа, сізді қалың ел қорғаштауда. Келер жолы сенімді кісілерді ерте келмекпін», деген. Бұған иланған Махамбет жансыз жолаушының артынан сүйсіне қарап тұрғанда, оның күдірейген жауырынынан күдік алып қалып еді. «Мына соңғыла мырс-мырс күліп бара жатқан жоқ па?» деп сазарған. Енді ойласа, содан бері көңілінен көмескілік арылмаған екен. Бүгін түнде ұйқысының шала болуы да дудамалдықтың дерті жатқандай. Осы жатқа шейін Махамбеттің сенген жаны көпте сенімін ақтағаны аз. Көзіне шөп салғандарын ойына алғысы да келмейді. Әсіресе Махамбеттің басына Баймағамбет сұлтанның 1000 сом тіккен туралы құбыжық лақап таралғалы бері өзгерімпаздықты ойлауға жүрексінеді. Көлеңкесінен қорыққан қоянға ұқсағысы және келмейді. Тәуекелдің жел қайығын кімнің сындырары мәлімсіз. Исатайы келмеске кеткесін, ақ тағдыры ауытқуға ұшырағанны Махамбет пайымдайды. Хан сұлтанның қарулы әскеріне қарсы соғыста Исатай оққа ұшып, Махамбеттің жалғыздық зарын шеккеніне 8 жылда 3 ай. Ұзақ уақыттың ішінде жасаған сансыз жорығы, шабуылы, қырғыны ойына оралды. Қапы қалған, қапия кеткен жері көп екен. Қарулы қолға төтеп бере алмау шарасыздық болса, хан баласынан ұқсатып кек ала білеу өкініш. Өзек өртейтін, бармақ шайнайтын өкініш. О баста Исатай батырдың сенгіштігінен Жәңгір ханға 10 күні мәулет беріп, сазға бір отырса, бертінде ауыл ағасы ру басыларының солқылдақтығынан Баймағамбет сұлтанның басын шаба алмай қайтуы қияметтік қапиялық. Қара шұбар жыланның құйрығын басып, басын жаншымай кеткені енді өзінің басын 1000 мәнетке тіктіріп отыр. Исатайсыз бастаған ереулі көтеріліс жеңіліс тауып, сергелденге түскелі бері Махамбеттің бармағын жері баспаған тауы жоқ. Енді ойласа, үркердей бір шоқ жолдаспен Хиуаға ауы құрдалбаса екен. Хан атаулының көздейтіні өзінің тағын сақтау, тағына қатер төнбейінше батыл қимылға бармақ емес. Қалтаңнан тіллә, халқыңнан зәкет дәмететін Хиуа ханының да соған паналаған қазақтың бұлан құйрық бай батшаларынан да Махамбеттің түңіліп қайтуында тіл жеткісіз тұңғиық сыр жатыр. Махамбет о баста Жәңгірдің сарайына қызмет қылғанда хан атаулының кім екенін білмегенді. Бертінірек Орынборда оқыған ханзаданың күтушісіне айналғанда өзі де орысша сауаттанып, арғы бергіден хабардарлық дәрежеге көтерілуі күндердің күнінде осындай халге түсірмек екен. Жәңгір кіші жүзді билеп төстегенін місе тұтпаса, Махамбет найзагер кіші жүз арқылы қарға тамырлы қазақты бұғаудан босатуды аңсағанын жалқылық сәтінде жақсы түсінеді. Белінен шойырылып, құла дүзде жалғыз күңіренген ел тарғын қазақты іргелі ел етудің қамымен Ресейге арқа сүйеген Әбілқайыр, Абылайлар еске түседі. Олар түгіл орыс әскерінде ерлік көрсеткен қазақтарға да өзінің еліктегенін де пайымдауда. Хиуаның шекарасында Егор Ковалевский бастаған орыстың аз ғана әскеріне еріп кеткенде
Махамбеттің ойында Жан Жігіт ұлы, Байбатыр ұлы сынды ерлер болған. Наполеонды қуысып, Париж шаһарына садақ кезене кірген, Сена деген өзеннен ат суарған қазақ батырларынан менің немкем дегені әлі есінде. Сол сапарында бораннан адасып қалмай, Ресей өтіп кеткенде тағдыр соқпағы қайда алып барар еді. Махамбеттің бір әттегені ай осы, ақ патшаның өзімен тілдескенде Баймағамбеттер пысып кетер ме еді, кім білсін. Махамбет бала жігіт шағында Жәңгір ханға ілесіп, Петербор барып, патша сарайында болғанда, айтарын айта алмай, қызықтықтың қолы боп қайтқанын кейін аңғарғандай. Ресей секілді тегеуірінде мемлекеттің не екенінде кейін білгендей, Исатай оққа ұшқаннан бері де Хорунжий Шустиковтың әскерін Көтібар ұлдарының құтқарып дардан арашалағанда істің түбін ойлайтын кәмелетке жеткен екен. Кейін Орынбордың сотында сол Шустиковтың айғақтығы Махамбеттің өзін дардан құтқаруында піскен парасаттың сыбағасы жатыр. Соттан кейін ел ішінде 2-3 жыл бейбіт күн кешкенде Махамбеттің түбіне ауылдың ұсақ әкімдері жетті. Қайда жүрсе ізін аңдыған, тыңшылығы мен қардай боратқан қара шағымы мен жетті. Махамбетті сұлтанның ордасына шақырғанда Баймағамбеттің ойы сағы сынған, тауы шағылған, ақынды сарайға бұлбұлшы сайратып қоймақты. Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп жең болмас деп, салуы ат құйрығын кесісумен тең болғанын, ақын не көрсе де тілінен көретінін кейінірек ұғынды. Өткен күндер елесінің осы арасына келгенде, Махамбет қайта ширақты. Жалғыз өзі бүтін әлемді жасқантардай атқа қонбаққа асықты. Көкірегін долы күш кернеп бара жатты. Нұрсұлтан кешіктау, деді Махамбет. Жалғыз өзін неге жібердің, деді әуес. Екеумізден туған бала болса, қолға түсе қоймас, деді Махамбет. Түнде түсімнен шошыдым, деді әуес. Түс түлкінің боғы, деді Махамбет. Әуес, балаңның артынан барсайшы, дей жаздап іркіліп қалды. Махамбет бастан кешкен сары сергелдең қара қуғынды әуес оған зайыптық, бейілі мен ғана медеу. Найза ұстаған қызды, сырық сүйреткен қатынды ол көрген, бірақ оның өзі барды, күйеуінің бабын тауып, жоқта балаларын жетімсіретпеуден асқан емес. Тіпті Махамбеттің шарасы таусылып, құты қашқан осы бұғыңқы күндердің өзінде оған кеңес қосқан кезі сирек. Жұбайы әлде бірдеңенің жайын ақылдаса, әуес, қайдан білейін, өзің қабырғаңмен кеңессейші, деп өзін қайрап қояды. Махамбеттің, мен алмас қылыш едім, тасқа салдың, кетілдім, қайрасаң тағы жетілдім деген елге таранды сөзін әуес өзінше ұғады. Күйеуінің ұлықтылығын жұрттың аңызы арқылы ұққалы бері қуғын сүргіннен көз ашып көрген емес. Әуестің өз басы үшін Махамбет көбіне мінезімен ыстық, сусыннан қыл шықса қатынын сабайтын батырдай емес. Махамбет от басында өте жайлы, ашуын тырнадан алмайды. Қайта осы Қараойдың жапалы қойнауында болымсыз күнбейге күйінген зайыбына сабыр тілеп, жылаған жас баланы жұбатсады. Өзінің іші пысқанда оқтауды домбырағып, жас баланы мадақтауды желеулеп, жырлап жіберетін шағы да бар. Күйеуінің бүгінгі қобалжуын, бүгінгі түрпетін әуес ұнатып отырған жоқ. Ұлы сәскеге дейін шайға келмей, үй сыртында күбірлеуі де, баласын барлауға жұмсауы да күдіктен күпті болуы да әуес үшін жатқылық. Әуес шұғыл өзгеріске ұшыраған күйеуіне немен алданыш боларын білмей, қипақтап қасынан әрі бері өтті. Махамбеттің есіне әуестің баяғы кезі түсті. Талшыбықтай солқылдаған аққұба қыз осы. Қалыңдық ойнауға мас болған балаң жігіт Махамбет.
Сыр алып, сыр түйіскен ыстық күндер лаулап өтіп кетіпті. Ағайын аймақтың өсек аяңы, күдіктің көңіл қажауы, қызғаныштың күйдіруі, кірбеңдік, қырғибақтықтың түп-түгел ұмыт болыпты. Бұл күнде байын айналшықтаған баянды бәйбіше де басқа қызық бөтен ермек қалмағандай, Махамбет ішінен өмір шіркін қалайша тез өтіп кеткен деп бір қойды. Отбасының игілігінде, ошақ бұтының қызығында Махамбеттің әуеске өкпесі жоқ, тағдырға өкпесі бар. Сақалы шығып жат болған тұңғыш ұлы Жәңгір ханмен соғыста оққа ұшты. Ортаншы ұлы Баймағамбет сұлтанмен шайқаста жарадар болып өлді. Иіс алмасы Нұрсұлтан, түйе бағуда аса алмай жүрген ұланы, әуестің 37 жасында тапқан баласының кім болары әзір белгісіз. Махамбет бестегі бөбегінің ұйық тайтынына ғана дәметеді. Жалғыздықты өскен сәбидің мінезін өзге балалармен салыстырарлық заман Махамбеттің басында жоқ. Махамбет ауыр күрсінді. Арыстан ұлдарын жоқтап, ішінен жыламсырады. Жүрегі елжіреп, көкірегі сары сағынышқа толды. Балаларының өтемістен туған ондай түгел атқа қонып, жасақты қолға айнала алмағанын орны толмас өкініштей мазалады. Әуес күйеуінің қара торы дидары мұңға толып, таусылып отырғанын анық-ақ аңғарды. Өзі де күрсініп еді, көзінен жасы бірге шықты. Жаулығының ұшымен сүртіп жатып: «Қарақтарым, бір аунап тұстау», деді. Махамбеттің де көзіне жасы тығылып қалды. Өзінде жұбайында аяп сыртқа шығуға ыңғайланғанда әуес сары қашқан зерен мен сусын ұсынды. Сапырылған шұбаттың иісі аңқиды. «Тәбетім тартпай тұр, өзің іш», деді Махамбет. Әуес ернін шолп еткізіп, ырымын ғана жасады. Махамбеттің кесіне баянның шешесі түсті. Өз көзімен көрмеген ая көздің құмы елестеп өтті. Қарабайдың жалғыз үйі елестеді. Зарыққан жандар елестеді. Екі үйдің соқпағы ұқсас та, жазмышы бөлек, мехнаты ұқсас та, мұрады басқаша. Бағы замандағы Қарабайдың үйі мен осы замандағы өз үйінің халі Махамбетті тың бір ойға бастады. Малын қызғанып жапанға қашқан Қарабайдың қара шаңырағын жалпақ жұртпен жалғастырушы, жантық болса халқын қызғанып қара ойға бекінген Махамбеттің қара шаңырағын бейілдес елмен астарластырушы ықылас. Екеуінің тәтті ұрттылығы егіз елес туғызып, сезімнің секемен күшейтті. Енді ықылас кешіккен сайын сыбайлаш аңшыдай сүйіндірмей, сауықшыл жардай күдік туғыза бастады. Ықылас ертеден Махамбеттің көңілін жығып көрген пенде емес, бірақ бұның бір өзі баяндылыққа айғақ бола алмайтындай. Ер мен ердің арасы шекіссе бекімек. Өкпе қалдықтың өмір жасынан байқалмақ. Кімнің тарысы піссе, соның тауығы болатындар. Махамбетке қияметтік дос бола алмақ емес. Ықыластың дастархандық қомағайлығы енді қобалжу туғызғандай. Ықылас жоғалған бір жұманың ішінде Махамбеттің үркіп орнын сипалатып кетуіне болатын еді. Бірақ оған бармады. Бұғатын жердің өзі де қалмағандай. Сонау нарынның жықпыл-жықпылын Баймағамбет сұлтанның жансыздары түлкідей тіміскілеріне күмән жоқ. Анау елсіз таудың паналауға жабдық кәт. Шалғайлы шалқарға қарай ауса, қарап жүре алмайтын қазақтың бірі, ана жылғы өзін ұстататын Мұртазағалы Өзбек ғалы ұлына ұқсап, тақсыр күдікті біреуді тексерсеңіз екен деп ұлықтарға шаппасына кім кепіл? Үдері көшіп, түрікпен асса өмір бақи арылмайтын адайдың барымта қарымтасының бұдауына түсіп кетері күмәнсіз. Қайда барса қорқыттың көріне ұшыраған Махамбет әйтеуір біреуге сену керек қой деп те ойлады. Ықылас адал боп шықса, ертең оның бетіне қалай қарамақ? Қатындай қашты деген қара қанқуды немен құтылмақ? Шәлкем шалыс ойдан белгісіз өкініштің уытынан Махамбеттің басы қайтадан мең-зең бола бастады. Түкті қабағын қарс жауып отырып қалды. Нұрсұлтан шаңқай түсте оралды.
кешіккен себебін өзі түсіндіре өтті. Бозадырдан жылқы кісінегендей боп еді, барсам жым-жылас. Бірақ жас тезектен секем алып, белгілі саяңдарды сүзіп шықтым. Балам да бірдеңе біледі екен ғой, деді Махамбет. Ізін бағдарласаң етті, тастақтан ажырата алмадым. Махамбет әртүрлі болжау жасады. Дөңдер асатын жолаушы суыт жүрмейді. Уақыт әлі ерте. Баймағамбеттің тыныштығы болса, жалғыз аттыған қашпайды. Қайта қанты басың бері тарт, деп бекініс құрады. Шамасы зыта жөнелген жаман ұры шығар, деп түйді. Дегенмен Махамбеттің көңіліне алаңды құялады. Үйде байыз таппай атына мінді. Неге екенін қайдам, қара ойда айналып шықпақ болды. Ат үстінде талай ой кешті. Сонау қырандарды жайлаған қалың ел сүмбеледе осы қара ойға құлап айнала қоныс тебетін шақ еске түсті. Жас соңының желігі, көз басының қамы, той думанның қарекеті, қарбаласы мен көз алдынан шобырып өтіп жатты. Осы шақта Махамбеттің үстінен көң қарға қарқылдады. Ертеде шаруалар қыстауға қарай ойысарда, көң қарғасы түскен кеп қапты ғой деуші еді. Дәулетті тапшы өтеміз ел кешкенде, өспірім атының сауарына салып, майталмандарға ілесе алмай, лоқылдатқанды қаршадай Махамбеттің сыр бермейтіні шағы әртүрлі ғазабы мен осы шаққа ұласқанына енді жарыстырғандай. Ашамайлы тайға мінген бай баласының көбінен кейін құйымшағы өскендей көтерілісте атқа қонбауына енді бағалағандай. Баяғы жарлы әкенің артында жарбиған өспірімге қош бол қара ой дегізетін мезгілдің жұмбағын енді өзінше шешкендей. Есейген Махамбетке қара ой: ей бейбақ, сенің өмірің өткінші, 1000 күн жанған шырағың бір күн сөнеді, деп тұрғандай. Үрейлі уанышы аралас, лебізі мен арбағандай. Көзі көмелген бұлақтың тілі байланса, беті жыбырлаған қалың шүйген. Мәжгөннің керегі жоқ, қалың елің қайда, деп табалағандай. Махамбеттің ойына ен далаға ел қондырмақ болған астамшыл да инкар кездері оралды. Алты-малты ас болып, енку-кенку жер шалған күндер мен түндер көз алдына елестеді. Қырдан ойға ойысқан, ойдан қырға ерлеген сол сарбаздары «Мақау, қайда жүрсің?» дегендей болды. Махамбет кенет «Мен мұндамын» деді. Тұла бойы шымырлап, көзі тұманданды. Енді бастаушыдай емес, барлаушыдай атой сала бастады. Астындағы бәйге күрең шырқ айналып, алдыңғы екі аяғы мен аспанға шапшыды. Сол аяқ екен Исатай шейіт болатын қырғын соғыс кез алдында тұра қалды. Зеңбіректі мылтықты қалың жаумен аянбай атысқан, шабысқан теңіз қолдың жойқын ерлігі еске түсті. Бәлесі береген сайы ұры бозадыры шашырай қашып, бүйірден дүрлігі қайта тиіскен сары садақты сарбаздары, қара мылтықты мергендері, қылышты қылыйлары, сойылды сотқалдары бірде аяныш, бірде сүйініш тудырып, Махамбеттің қанын қыздырды. Махамбет ауру баладай елермелей бастады. Бәйге ақтабаны оққа ұшқандағы дулалығы Исатайдың мылтығының аузы үңгіріндей аттылы жауларға беріспей, жаяу найзаласқан көзсіз ерлігі елес берді. Қақпанға түскен көкжалдай көзіне қан толған Исатай сол күйінде көрініс берді. Махамбеттің көлденең тартқан атынан бас тартып, жау ішінде жорта жаяу қалып тұр. Үзеңгі жолдас ақынын тобалап, сенің қайратың тіліңде, менсіз сайра, менсіз зарла деп тұр. Мен екі өле алман, деп қасқайып тұр. Елестің осы арасында келгенде, Махамбеттің құлағына оқыс дауыс шалынды. Байғұсау атой салып, саған не көрінді дейді әуес. Махамбет ұшақталған баладай сауаға бастады. Қара ойдың қойнауында атой салғанда, артынан келері қатыны ғана екенін енді білгендей. Үйге қайт, деді әуес. Аттаңа сырғым кеп тұр, дейді Махамбет. Әуес тағы шошиды. Шаңқай түсте аттаңа сырама екен.
Махамбет бүркіттей түйіліп аспанға қарайды. Кіреуке бұлт қоюлана түскен, бағанаға алтын жамбы жездей ғана жалтырайды. Қара ойды айнала қоңыр көлеңке қонып, тұнжыраған мұңды әдіптеп тұр. Ауру ақын сауықты, денесінің қызуы тарқап, көзінің домбығы басылайын деді. Махамбет қырынға өрлеген екі түйені ылдилатты. Үй маңындағы ботаға көз тастады. Өз үйіне жақындағанда атын тұсап отқа қойды. Қара мауыт ақ сөйледі шала бастаған жалғыз жылқыға. Жануарым, ішіңе шыр байлай бер. Ертеңнен қалай болары мәлімсіз, деді. Үйіне келгесін екі құс жастықты шынтақтап қисайды. Дағдыдан тыс ерте тұрған ол көзінің шарымын алмақ еді, бірақ мызғи алмады. Ақырында екі жамбасына кезек аунап, түндегідей дөңбекшуді шығарды. Дөңбекшіген ақынның көңіліне тыңнан мұңды өлең оралап, тола бойы қорғасындай балқып бара жатты. Тал түсте тұтылған күнде қаралы, қараңғыда аққан жұлдыздай азалы, көкейден кетпес бейнелер елестеп, екпінді ұйқасымен таба бастады. Енді бір шама уақыт өткенде, көке, қыраттан 5-6 кісі құлады, деді баласы. Қарулы кісілер ме? Қарусыз. Онда ықыластар шығар дегенмен, атты жылдам әкеле ғой. Нұрсұлтан жүгіре жөнелді. Махамбет қанжарын байлап тысқа шықты. Бос шекпенін желеге жамылған, денесінде болмашы діріл барын байқады. Аты түскен недәуір ұзап кеткен екен. Екі өкпесін қолына ала жүгірген Нұрсұлтан 2 мәрте тыныс алғандай. Әкесінің жаны ашып тұрды. Нұрсұлтан жеткенде қыранның құлағандар да жақындаған. Біреуі қол бұлғап шақырды. Шамалы уақыттан кейін бәрі шұрқырасып тақалды. Жұмбақ жолаушылар аттарын шедерлеп отқа қоя бергенде, тәйірі бауырларым екен ғой, деді Махамбет. Сол-солақ екен, өзінен өзі ұялыс тауып, жерге кіріп кете жаздады. Бүйтіп көрген күннің енесін орайын, деді. Екі ортада шыбын өлер демекші, Махамбет әйеліне сұстана қарап, немене бала құшақтап қалшия қалғаның көрпе төсе, деді. Әуес сыртқа шыққанда, бесінде моладан қайтқан сүйекшідей мемірт жүрістерін ұнатпай тұрмын, деді баласын қайта құшақтап. Махамбетті қайтадан ашу ыза баурады. Басына қаны теуіп, құлағы шулап кетті. Ашы ызаңдар сыпырласыпты. Келе жатқандар, досың, жоқ досың емес, жауың десті. Дос болса құба-құп, жау болса саған серт деп қара қанжарын жамбасқа қысып қойды. Ықыластар екен, жамырай сәлемдесті. Ықыластың өзі әуестің құшағында баласыны искеді. Шіркін бауырлық-ай, деді Махамбет. Қонақтар үйге кіргенде әуес құшағынан босаған баласыны ұрсып жатты. Үй айналма, жаман болады. Бұл ырымнан Махамбет қайта күдіктенді. Ықылас ит бүгін неғып бауырмал бола қалды, деді. Алғашқа амандық есендіктен кейін қонақтар жартымды сөз таппай тымсырайысып қалды. Ертіп келуші не айтасын дегендей Махамбет ықыластың бетіне қарады. Ықыластың шегір көзі тұман, баяғыда біреудің қатыны толғақтан өлерде осы шегір көз шошытып іш тасатқандай деседі. Махамбет тұманды көздің түбіне жете алмады. Төрге отырған жаңа берген болса, о бастан байсалды. Ішіне кіріп шығу оңай емес. О баста көтеріліске араласып, кейін айламай аман қалған бидің бірі. Махамбет оның күйші інісі Төлепбергенмен көз көп тұздас, дәмдес болса, бұның өзімен ертеден ақ алыстан сыйласқан. Боздақтың 2 баласын 2 айқыр көріп, шен қуышысынан өнер қуышысын жақын тартқан. Оның неғып келмегені күдік туғызып отыр. Махамбеттің ішкі алалығын өзінше сезініп, өзінше түйсінген ықылас. Берісі бүкіл беріш, дуалы аузына қарайтын биекеңнің өзін қол қаламдым деп әңгіме шерте бастады. Бірақ әдеттен тыс босаған жақта отырған Махамбет шешіле қоймады. Әңгіменің тамызығы маздамағасын жаңа берген тоқектерін көшуде лайық көрді. Махамбет сырттап жүріп тек
Сен түк білмейсің, сен үшін біз не көрмедік, енді ақыл қосысуға келсек, аузыңды бұртитасың. Шымшыған сөз Махамбетті ашындыра алмады. Әлі де сазарып отыр. Әуес самауырында төңірегіндегі күңбеймен жүр. Нұрсұлтан әкесіне қарама-қарсы бір тізеріліп отыр. Әлден уақытта Жаңаберген торыққан дауысы ауысып: сөйлескісі келмесе кетейік, Жапанда жалғыз үй отырып, қалың ағайынды менсінбейтін шығарсың деді. Төлепберген неге келмеді деп сұрады Махамбет. Биге сенбейсің, қаңғыбас. Домбырашыға сенсең, күні ертең жалғыз өзін жіберейін. 12 ата байұлының тағдырын екеуін шеш, деді Жаңаберген ұзын бұрыл сақалын тарамдап. Махамбет жіпсіді. Қатар өскен ит қой, сағынып едім. Сөздің шынылығына, биязы үннің жұғымдылығының Жаңабергеннің көңілі босады. Орамалымен көзін сүртіп, қамырыға сөйлеп кетті. Ол 50 жылда ел жаңарып, 100 жылда қазан болатынын айтты. Заманның тарылып, уақыттың қуарғыныңды ескеннің көзінен жоқтығын мұңдап бір өтті. Біздің қатарымыз қарашаның ағашындай селдір дейді. Исатай сабаздың орнын басам деген кісісіз жынды сауықшының іздейді, деді. Сенің қатең ауыл ағаларын, ру басылары мен менсінбеу, деді. Жасы ұлғайған адамның елшіл боларынан бейхабарсың, деді. Арасына жарасымды, жарасымсыз мақал мәтел қосып, айтылмыш ойын тұздықтап отыр. Махамбет иланғандай, баласына бірдеңе деп күңк ете қалды. Нұрсұлтан шешесіне қолқабыс тигізе бастады. Жаңаберген сөз қысырығын қуғыштай келіп, ақырында жаяулағандай болды. Шындыққа да енді жақындағандай. Махамбет қарағым, төрімнен көрім жуық қалғандай, сенің сүйегіне түскелі келгем жоқ. Бәтуа байласуға келдім, деді. Нендей бәтуа? Жаңаберген сабырлы қалпын бұзбады. Ел ағалары ұшай қонбай, жата жастана кеңесер болар. Шекпеніңді сыпыр, белдігіңді шеш, қанжарың мен үрейімізді алма. Жақа жанға сенгізбей қойған заман шұнақ қой. Менің бар жазығым осы отырған қара көздердің ел қылмақты еді. Әлі де менің жүрегім қара көздер үшін сыздайды, деп Махамбет орнынан қарғып тұрды. Шекпенін сыпырып тастап, сары жолақ қиынды қара қанжарын қызыл керегінің басына ілді. Қонақтар түгел жадырасып, бәрекелдеге басысты. Шай үстінде сөзге ол-пұл талшық болды. Ықылас ендігі паналар жерді меңзесе, Жаңаберген қысқы ырзасын менің мойнымда дегенді, еміреуінденді. Әуес пен Нұрсұлтан екі жақтас ас қамын тездеткісін екен. Көп ұзамай ет те келіп қалды. Мол тағамның үстінде қазақтың сөзге сараңдығы белгілі. Ет жегіш ауыздар өз қызығымен болып жатты. Етке мөлдеткеннен қонақтың ішіндегі ең нашары қайран Махамның қара шаңырағай, құт қой деп еді. Жаңаберген шамданды. Қашқын күйіндегісі осы. Ертең қалқың байұлының ішіне кірсе, жұрт бұны пір тұтады ғой, деп отыр. Мана жалғыз інісі Төлепбергеннің татулығынан көңілі босанғанда, Жаңаберген ішіне сақтап келген сұмдық райдың қайтпай ниеттеніп еді. Жылу жинасақ та, таразының бір басын алтынға толтырып, екінші басына Махамбетті салармыз, деп бір қалған. Енді нашар серігінің қолпашынан кейін қитығып қалды. Әулекі нем Төлепбергеннің домбырасынан қызығады ғой. Ертең ел билеп кетсе, інімнің өзін құл қылары хақ. Қой, қаншер ықыластың қолын қақпайын. Көресісін ағайыннан көрсін, деді. Қол шаяр алдында Жаңаберген Исатайға бағышлап Құран оқыды. Күнту тұрабадан аса бергенде сүрініп еді. Махамбет қақыранып қалды. Махамбеттің бұл қылығы да бидің шымбайына батты. Мұсылманша орысшаға судай кәпір ғой бұл, деп отыр. Жаңаберген Махамбеттің кім екенін біледі. Хан сұлтандарды менсінбеген батыр. Қазаққа сөз бермегенде қара тіл.
Дәурен десе биге дүре соқтырады ғой. Жаңабергеннің қызыл күрең жүзі шамалы құқыл тартты. Тісін аршамен шұқыл жатып. Махамбет, қарағым, сонымен не істемек ләзім? Деді Махамбет, кәрі жаны қызып саңқылдады. Дұғадан, батадан Баймағамбет сұлтанның аузы басы қисаймайды. Тасаттық, азаттық әкелмейді. Қару жеу керек. Еркек кіндікті атқа қондыру керек. Сызақ бастаңыз. Мен қоштайын. Жаңаберген Ықыластың бетіне қарады. Ықылас саусағын сыртылдатып. Еркек кіндікті жайықтан өткізе алсақ, дей бергенде Махамбет қайта саңқылдады. Серкесі болсаң өтеді. Ал егер сасық текедей балқылдап, көткеншек десең, құрдымға кім түседі? Ықыластың бітеу жарысы жарылар. Тұс осы екен. Көз ілеспес қимылмен. Е анаңды деп Махамбеттің үстіне қона түсті. Малдас құрып отырған Махамбет жығылмады. Бір тізеліп, түрегелі беріп, басы мен Ықыласты бұқаша сүзіп жіберді. Ықылас ах деп аузын басып қалды. Осы уақытта Махамбетке 4 адам жабылып үлгерген, екеуі екі қолын қайыра бастады. Махамбет құрыққа ілінген құландай, бала шағадан аулақ деп жан ұшыра бұлқынып, 4 адамды сүйрете-мүйрете тысқа шыға бергенде, табалдырыққа сүрініп, ет бетінен құлады. Қаншама жанның аяғы аттағаны мәлімсіз, көне табалдырықтың алдында жаңа опыр-топыр басталды. Махамбет жауған жұдырықты елемей, бар күшін жиып, етпеттей күжірейіп, жендеттіре сауырынан төге берді. Олар қайта жармасып, шықшыттап батырдың тынысып, тарылтуға күш салды. Махамбеттің теңдессіз үлкен жүрегі тынымсыз дүрсіл қағумен болды. Жаралы арыстанның ыңырағанындай тұншыққан домалақ дүрсілдеп Ықыластың үрейі ұшты. Ол қазақтың қасында жатқан тоқпақпен Махамбеттің басына ұрды. Махамбет артық рет әуес деп сылқ түсіп, сулап қалды. Жендеттің бірі Махамбеттің қатын баласы сыртқа шығармай, қара қанжармен жасқап тұрған. Әкесінің ақтық арызын естігенде Нұрсұлтан оқ жыландай атылып, жараланып қалды. Махамбеттің үй іші ұлардай шулап жатты. Махамбет тілге келмей кетті. Бірақ талайға шейін жүрегі дүрсілдеп, миы шыңқылтап бүкіл өмірін көз алдынан өткізіп жатты. Ақырғы үні әуес болса, ақырғы ойы қайран халқым деген екі сөзге сайды. Жан тәсілім қыларда қанталаған қой көзін кең ашты. Жарық дүниемен қоштасып, қара оймен арыздасты. Ұзақ жолдың түйіні қысқа екенін бірінші рет біліп бара жатты. Жаңабергендер шідерлі аттарына келе жатты. Түстері өрт сөндіргендей әлем тапырық. Тісі опырылып қалған Ықылас маңқадай маңқылдап. Жақа боталы түйені сіз жетектеңіз деп еді. Не істегенін енді сезінгендей, толданып, түнереніп келе жатқан би шұбар тарландай тулады. Бүлінгеннен бүлдірге алман, менің ісім бітті. Махамбеттің атын Ықылас мінгенде Жаңаберген және ашу шақырды. Немене, қолыңдағы бастың бодауы аздық қылама, жетімектеріне қалдырсаң нетті? Ықылас тоқ етерінен бірақ қайырды. Сұлтанның әмірі осылай, биеке. Жаңаберген жым болды. Махамбеттің жүйрік күреңі қара беттің астында ой нақшап шыға келді. Бағана күйеуде жаяулап келгендер астан желіккен жиендей еркінсіп, білген базыналығын жасап, тасырлата жөнелді. Қара ойдың қойнауында қаралы үй жапа жалғыз қала берді. Әуес күйеуін құшақтап, қыздай сыңсыды. Нұрсұлтан етпеттен еңіреді. Жас бала шырылдап үй айнала берді. Үй маңынан бота боздады. Өрістен ене саңырады. Түйе қызыл ізенді қыдыра, шалуын доғарды. Қара ойдың үстінде көң қарға мен қызғыш ұшып жүрді. Күн батар шақ еді. Қара ой қаралы, қызыққа толып, дөңгеленіп бара жатты. Сол түні
ай тұтылған.